Hayırlı gün әріптестер, міне осындай 30 этажды Ритц Карлтонға келдік кездесуге. Міне бірлік командасы келатыр, топ лидерлар. Міне топ лидерлар: Сара ханым, Гүлшат ханым, Сәуле ханым, Сәбит мырза, Асылбек мырза. Кеттік. Қай жағынан керек екенбіз? ішіне кіріп келатырмыз. Қалай? Отызыншы этажға көтеріліп жатырмыз қазір. Бұған болайын деп тұрмын. Гүлжан ханыммен кездесу болған заты. Бұған бол. Міне 30-шы этажға келдік. Бұйырса наставнигіміз Гүлжан ханыммен кездесуге. Міне топ лидерлар. Ритц Карлтон ішінде 30-шы этаж. О, какие люди, Голливуды, міне топ лидерлармен. Наконец-то мы встретились. Ұстай алмай кетті. Ой, не говори. Топ лидерлар кездесіп жатыр. Міне. Міне 30-шы этаж. Қалайсыздар? Өте қуаныштымын. Естелік біздің атымыздан. А мынаны Гүлшат ханым Гүлжан ханымға сыйлық беріп жатыр. қатты не? Өзіңіз ашып, балдарыңыз ауыз тигізіңіз. Грузиядан. Кела дей ма, не дейді? Грузиядан. Жаңа қыздарға дәм татқызып Енді осылай біз дамып, өзіміз уже кошелектті асыл қай кезде осы матик баскеттің арқасында біз барлық адамдармен танысып тек Камола ханыммен көптен таныспыз, Хамит Керім мырзамен таныспыз, енді мына кісімен таныс болып жүрміз, бір бөлгені хотя бы 2 сағат. Бір один день. Стресс Мы снимать. отдыхаем, но у нас деньги Но в будущем за границу собираемся. как? Я
Руслан мырзаның инициативасымен жаңағыдай көп жауабымыз жасадық маленький баскет деген. Ершатхан мырза да риза шығар енді. Барған жерде жауабын барамыз. Қайда? Тура айтып жүрген Россия аяқ астынан тіл шығып кетті. О, Міне. Осы наш девиз. Жеке қуанымыз. Иә, бірлік. Асылбек мырза, тұр, сүргізі. Алға Қазақстан. Бармаған біз көрейік. Наоборот қой, наоборот. Тұр. Андай қылып Ал, па. давай, түсіргізі. Түсіріп жүрсіз кім? Мен видеоға түсіріп жатырмын. Асылбек мырза, фотоға түсіргізі. Ну, приблизительно. Енді біз шығып келіп отырған адамдарға айтамыз ғой, мында кездестік, олар сұрақ береді. Сіз енді по секрету, всему свету деген бар ғой. Каждый день сколько вы шығады табыс аласыз? Табыс па? Вот сол бізге сол керек та, потому что вот біз қазір кешеден бері уже. Вот в среднем былай қарасаң, ну каждый последнее время было 500 болғанмен, но матик төмендеген соң. А так матик көтерілген кезде менде стабильно ман 2000 Каждый день, да? Күнде. Каждый день. Вот сол Бізде жақта. шектеу жоқ қой, ешқандай времени, без ограничений дәке. Өзің қалаған кезде шығара береміз. Вот сол вопрос кейде қызығады көп адам. Біздер енді, например, біз енді жаңадан шаттан келген мысалға келтіріп айтайын деп жатсақ ұяламыз да енді енді алып жатырмыз ғой. Соны біздер енді кешеден бері. Сіздердің алып жатқан ойлаңыздаршы, даже екі матик сіздерге шықсын шүкір. Иә. Екі матиктің өзі былай танып тұрады, тамызып отыратын болсаңыздар, біраз ақшаға шығады. Иә. Ол екі матик ертең 20 матик. 20 матигіңіз ертең 200 матик айналады. Сосын ол 2000 матик айналады. И бір керемет мына жерде адам басқармайды. Адам басқармағандықтан сіздер любой круглый сутки 24 на 7 вывод жасай бересіздер. Ешкім сіздің выводтарыңызды ойбай сен көп алып кеттің деп жауап тастай алмайды. Захочет, даже не может основатель. Если захочет, даже не может. Потому что это блокчейн. Изначально программа қалай кетті солай кетті. Даже Ершатхан мысалы білмеймін енді жоқ болып кетіп не даже жоқ алла сақтасын, бірақ даже сондай болған күннің өзінде любой программист ана блокчейннен ана көйлекті кигізген сияқты ана сайтты алады да копировать етеді, сол қайтадан бизнес қоя салады. Бұл блокчейннің кереметі сол. Из-за этого блокчейн просто өшіп кетті, анау адам басқармайды. Из-за этого удобно. Мен айтамын ғой, сіздер жұмыс жасаған кезде, бизнесті таңдаған кезде ең алдымен көңіл бөлетін дүние сіздердің тапқан табыстарыңыз насколько сіздерде ликвидно.
вот это вот финансовый грамотность ең қажет зат. Насколько сіздің жарайды, хорошо, сіздер ақша салған соң бір тиындарыңызды аларсыздар, но сіздің заработок, мысалы миллионда ертең шығып жатқан кезде ол ақша ликвидный бола ма, болмай ма? Вот это вопрос. Потому что всегда мен мысалы таныстарым болды, продуктовыйда жұмыс жасады, миллион, бәленбай миллион, 15 миллион алатын болды, пенсия практически оларда, уже командасы көбейіп кеткен, региондарды тастап қосқанда, күн түндемей ұйықтамай жүріп регионға барып жұмыс жасаған 15-20 миллион алатын кезде алты терминировать жоқ бұл жерде болды. Потому что она уже не нужна. Понимаете? Потому что кто? Компания основатель управляет. Администратор, контролер бар. Вот это вот не выйдет. Из-за этого мен айтамын ғой. Сіздерге қанша сказка айтсын, легенда айтсын, былай бүйтіп анау біз 30% айына береміз деген күннің өзінде адам ойлану керек. Мен долгосрочно вообще жұмыс жасай аламын ба? Или мен мына жерден барып, мысалы ана былтыр помните Шакамера деген бір бәле шықты ғой, соны ескертіп қыздар. Ана жерден отырып анау Гүлахамның өзі айтып отыр, жарты жыл жұмыс жасаймыз, жарты жыл 4 айда жасаған кіші бәрі кетті ғой, маркетингісін аударып төңкеріп берді, жоқ деп қалған жоқ, барлығы минус уже, бәрі. Соның басында болған адамдар бар, кішкене тиын тебен тартқан шығар, жоқ, қайда олар мысалы уже да, солай қарасаңыз, из-за этого обидно. Адамдарды апарды бәрі ау деп булап жүрді, қатып шашырап қайда жүрді өздері. Қазір қыздар қайтадан деп маған мысалы чаттарын басып өздері жұмыс жасап, отдельно өздері жұмыс жасап. Но просто один уақыт, упущенное время. Қаншама уақыт кетті, конечно. Столько энергии, столько энергии, конечно. Адамның өмірінде бізде энергиямыз қайтып келмейді, мысалы өткен уақыт қайтып келмейді, өміріміз қайтып келмейді. Біз соны бағалауымыз керек. Алла тағала бізге өмір берді ма, значит соны ойлау керек. Бұл өмірді мен қалай полезно қолдана аламын? Қалай мен бұл өмірді мысалы өзіме де адамдарға да полезно жасай аламын? Матик баскетте сіз табысқа шығасыз, мысалы шашу кетіп. Қаншама шашулар басқа адамдарға, сіз басқа адамдарға пассив алып келіп жатырсыз. Мен кейде айтамын, сіздер пассивті күткенше пассив беретін адам болсаңыздар, сіздерге и сауап та жазылады, өзіңізге де табыс шығады, потому что сіз уже зарабатываете хорошо. Естественно, сіздің өйтіп благотворительность былай қарасаңыздар, готовы на автомате. Сіз еще білмейсіз ғой, кімге сіз ақша беріп жатқан, ол автоматын жүргізеді. Самый керемет благотворительностьтің өзінің дәрежесі бар уровеньде. Самый керемет благотворительность тогда, когда вы не знаете, кому вы даете. Да, вот это, да. И вы даже не паритесь, что вы даете. Вот это состояние классно. Это ғой исламда да бар. Оң қолың берген садақаны дейді, зекет уже садақаны сол қолын білмесін. Вот это вот мынаған салып қойған ғой. Ишатхан, может быть, он сам не понимает. Соны кейде өзім күлемін ғой, наверное, основатель өзі не понимает, что он создал деймін ғой. Мен просто бұны өзім айтып отырмын ғой, дұға жасап, бір Алладың осы 22 жыл апрельдің аяғында бір білмеймін, ойыма сол идея келді. Маған бір керемет площадка керек, потому что пирамидаларды шатырға қосып, адамдар маған шығып жатыр. Ойлаймын, что-то мне надо, чтобы мына халыққа түсіндіру керек. Мына болмайды, өзім Турцияда жүрмін еще. Что-то мынау біздің қазақты вообще бәрі бүйтіп айдап өтіп кетіп жатыр да, прямо обидно ше за народ. Соны ойладым да, что-то Алладан дұға жасайын деп прямо. Сөйтсем, миыма анализ жаса деп керек. Енді мен өзім сонда нейропсихологиямен айналысам деп болғанда өзімен былай нені сезіп білемін осыны. Сөйтсем маған анализ жаса дейді, отырамын да жазған да жоқ, даже анализ жасасам мен ойлаймын. Адам басқармайтын, осындай бір керемет, осы криптовалютаны да үйретуге себеп болатын бір сондай бір площадка керек деп. Балалар айтады, осы керек деп болды, забывай. Майдың аяғында 22 жылы Матик баскет запускается, мен июньде аламын ғой, вот. Мен аламын, мен алғансы менің спонсорым шок, әлі шок. Әлі бүйтіп икоты жасап жүр ғой, кісі қойған. Таңғамын, қалай сен бұны дейді, жұмыс жасап кеттім, мен ойлағам жоқ, что бұл жерде сен сияқты вообще лидер болады деп. Сенен вообще лидер шығады деп ойламадым дейді, потому что мені былай таниды, мен как предприниматель ретінде таниды. Былай бизнеспен айналысады деп ойламағым ғой. Это это потому что менің запросым жүрген Алладан. Құдай берді, значит я это делаю. Маған қазір мысалы қаншама адамдар андай инвестиция салайық, мындай инвестиция салайық деп мен айтамын ғой. Жаңа мен лучше сол инвестицияны мына жерге алып кабинет алғаным жақсы. Лучше мен мынаны продвигать етуге масштабқа, таргетке жібергенім жақсы, рассылкаға жібергенім жақсы. Лучше бизнес қылып мына Матигімді дамытайық, зато я точно знаю, что 24/7 я вложу здесь. А мен сенің инвестицияңа салам, бір құдай біледі уже шықты. Вот, Аллах жоқ болып кетсе, никакой гарантии нет. Конечно, никакой гарантии нет. А здесь я спокойно, мен бұл жерде өзімнің платформамды дамытып жатырмын. Мен спокойнымын. Ишатханымда даже қатысы жоқ қой, маған ол ештеңе деп айта алмайды даже. Мен даже 2 Матик тұсыма шығарамын. 2000, даже 2 миллион Матик түссе, мен өзім шығамын. Компания ештеңе демейді. Вот это вот самый кайф. Осыны ойлаған кезде просто осыны адам салыстыру керек қой, всегда түсіну керек. Қай жерде мен жұмыс жасағаным жақсы, қай жерде мен мысалы долгосрочно, қай
жерде мен спокойно могу развиваться. Когда сіздің миыңыз мысалы ойбай компания жабылып қала ма, ойбай компания стабильно ма, ойбай ана жерде вывод шықпай жатыр деп переживать етсең, сіз командамен дами алмайсыз. Ана жерде өсу деген жоқ, ол жерде лишь бы ана жерде гонка какая-то, понятно, лишь бы ойбай бірдемені ұрып айтып. Ол дұрыс емес, ол жерде никакой благоприятности, никакой состояние жоқ, энергия жоқ ол жерде. Минус наоборот, адам депрессивқа ұшырап, ана жерде ауру табады. Талай адамдар маған келеді ғой, онкологиямен ауырып жатыр. Ана мен кейін сұрасам, пирамидаға секірген адамдар да барған сондай жерде. 100 мыңдап жаңағы $100,000 ақшалар кеткен. Талай адам өтіп жатыр. Почему-то сондай бизнеске сразу адамдар кіреді. Вот хайп автоматически. Біздің СНГ-да анау 30 жылдардан программа бар. Ақшадан надо избавляться. Элементарная программа. Мен мысалы мақсатым мотивациялық трансформация не үшін беріп жатыр, мен ерік беріп тұрғаным жоқ. Мне хочется, чтобы халық соны түсінгені. Егер оны халық түсінетін болса, любой кезде адам сұрақ қояды өзіне. Мынау менің программам емес қой, ойнап тұр. Мысалы маған пирамиданы предлагать еткен кезде мен айтамын, а мен с какой стати мен ол жерде ақша саламын? Я әдемі сказка бар, легенда бар әдемі. Керемет там обещаниелер бар, дорожный картасы бар, ойбай токен шаймен деген. Кодплей деген анау Кореядан шыққан бір компания болды. Сол кезде маған буквально 4 ай қалған кезде маған сол жақтың лидерлары келді, сөйлесіп, Matic Basket'те енді бастап жатқан кезім. Мен сол кезде айтамын, мына Matic Basket'ке командаңызбен келіңіздер, ана компания уже скоро тоқтайды. Олар айтады, сенбейді маған, не үшін тоқтайды дейді. Оның тоқтағаны жоқ қой, ол просто сіздерге біз ол жақта білім үйреніп жатырмыз, жаңағы дейді, сабақтар беріп жатыр, тренинг, ана жерде қымбат сағаттар подарок еткен лидерлерге анау. Я вот подарки. 4 ай өткен жоқ, мен айтамын, жарты жыл максимум. Потому что уже 1,5 жыл болды, мен айтамын, жарты жыл. 4 айдан соң жоқ қой. Бәрінің бір-біріне соттасып, ана жақта не қылып, анау бүкіл адам қораға кірген. Токендарын алған, токендарын нольге алған. Никакой биржада жоқ, жаңағы рейтингте отырған, 0 болып кеткен. Платинкоинда сондай, иә? Платинкоинда сондай. Платинкоин қазір тағы да бірдеме шығарады. Олар ерінбейді, олар шығарады. Олар бірдемені жабады да, сол адамдар, олардың никогда сіздер основатель, настоящий основатель көрмейсіздер. Ол жерден тек қана административный ғана жұмыс жасауы мүмкін. Регионально технично шығады олар. Основательдер никогда в лицо көрмейсіздер. Никогда көрсетпейді. Просто не элементарно. Кореядамыз деп айтады, на самом деле Корея емес, ол секілді адамдар. Тупо Кореядан біз деп Кореяның бір адамы қосып қойған. По-настоящему, если посмотреть, на самом деле это вообще біздің өзіміздің Россия, Украина такой мошеннический пирамидальная система. Финико жағалы мысалы, ол Байтиксті отырып, қораға келген адам. Квестро деп неке апайымызды айтып жатыр мысалы, бұрын ол кезде бәленбаймен миллион салған адамдардың бүкіл ақшасын беріп отырмын деп мысалы ойлаңыздаршы. Тағы не бар, Платинкоин мысалы жаңағы Кодплей жабылды мысалы, да. Призм деген компания бұл, тоже өтірік токен мысалы. Қазір сондайлар көп қой. Мен соны списоктарын Matic Basket'те беріп отырмын. Соны қарап отырсаңыздар, спокойно айтсаңыздар болады. Мен потому что тексерілмеген затты, білмеген затты мен оны айта алмаймын. Именно мен тексеремін, сосын барып айтамын. И соны компаниялар жіберсем, маған көп адамдар, басында сенбеген адамдардың практически барлығы қазір айтады. Ол жақтан сіз дұрыс айтыпсыз ғой. Бәрі жабылған. Мен осыдан 1 жыл бұрын айтқан компания 1 жылға жетпей уже жабылып жатыр. Қазір мен мысалы айтып Такенза, там, Dexnet деген компания. Немене дейді? Тағы бірдеме сондай типа стейкинг жасаймыз, ананы фарминг деген неше түрлі терминдерді алады. Қазір жоқ болып кетті. Очень скоро олар уже тоқтайды. Майнинг жасаймыз, ананы жасаймыз, мынау жасаймыз. Оның орнына настоящий стейкинг, просто обычный биржаның ішінде оның пайызы аз, бірақ сіз оның ішіне просто токендерді жинап қойсаңыздар, ол өз-ақ сізге жасап береді. Потому что бұл биржалар тексерілген, но и то биржаның ішінде бұл магазин, бұл криптовалютаның магазині. Даже оның ішінде енді өте көп ақшаны біз ұстамаймыз, по-любому, да? Көп деген капитал, если просто ұстайтын болсақ, ол кошелектің ішінде тұрады. Именно сол кошелекті біз Matic Basket'те бесплатно үйретіп жатырмыз. Өздеріңіз үйреніп алдыңыздар. Өзіміз үйреніп алдық, иә. Қарасаңыздар. Бірінші тәуліктен бастап сіздер соны қолданып тастайсыздар. Өте керемет. Мына жерде біз просто шындығына келгенде әлемге өте керемет қызмет жасап жатырмыз. Айтады ғой, самые великие правители дейді, әлемдегі ең сұлтандары халыққа қызмет етеді, служить етеді. Біз Matic Basket'те сондай адамдармыз. Из-за этого өздеріңізді прям похлопать можно для себя. Молодцы, да. Мы великие люди, да? Потому что, представьте себе, Matic Basket'те тренировалсыз бар, кошелек үйретесіздер, оны білмейтін жаңағы ақшаны үйретесіздер, білім үйретесіздер, финансовый грамотность, бәрін үйретесіздер, щепетильно работала, при этом уже тоже. Зато оны үйренген адамдар екен қараңыздар, қалай күшті болып шығып жатсыздар.
В другом мире живем. ертең оны біз спрашивать мысалы қазақстан СНГ басқа дальше бүкіл әлем осындай потому что мына жерде артықлары компания Біз көш басында жүреміз уже. Иә, біз басында жүрміз. Кәдімгідей трансформация жүріп жатыр. Бұрынғы Гүлшат емес, бұрынғы Сарай емес, бұрынғы Камола емес, бұрынғы Сәуле емес. На мир другими глазами мы смотрим. На мир.
Алматы қаласында Ритц Карлтон 30 этаж. Гүлжан ханым, көптен бері біз сізді сыртыңыздан кіргелі бермей уже 6 айға аяқ басты. Уже сізді танып, дауысыңызға ғашық болған адам шындығында. Неге дегенде, мен өзімде психологпын, бізде психология майысы, адамның жан дүниесінің ішіне кіреміз ғой. Вот сіздің мен ең бірінші дауысыңызға ғашық. Сол кезде бұдан кейін мен сізді білген жоқпыз. Сіз что психолог екеніңізді. Содан кейін Руслан мырзадан сұрадым да, бұл кісінің мамандығы не деген психолог. Все понятно деген. Сол енді Алланың бүгін нұры жауып, мен бүгін жұма күні, қасиетті жұма күніне Алматының таудың етегінде келмек қаланың үстіне қарап сізбен танысып отырмыз, өте қуаныштымын. Не деп айтсам, енді танысқанымыз үшін кішкене жаңа қазақта айтады ғой, аз да болса көп те көріңізде. Біздің өзіміз Қазақстанның, өзіміздің сіңлімізсіз, бірақ бұл жеріміз Турцияда. Сол үшін сол жерде барған кезде, үйіңізге меймандар келген кезде, сол меймандарыңызға осы пожалуйста. Меймандарыңызға өнермен өрнектелген галошкаға өзіміз әдемі қою қара шайымызды құйып меймандарға беруіңізге сізге Керемет. аз да болса көп те көресіз. Чисто от сердца. Келген Видео. қонақтарыңызға аз болса көп те көресіз. Керемет. Осындай сыйлық беріп отыр. Топ лидеріміз Сара ханым, топ лидеріміз Гүлжан ханымға. Керемет. Но приятно.